Мінекей қараңыз қандай керемет зал. Міне осындай залға бар ғой, мен тағы да айтайыншы. Міне осындай залды ашу үшін маған қанша ақша кетті? Айтшы. Негізі мына реконструкция жасап шығуға бір 1,5 миллион кеткен шығар. 1,5 миллион. Ол ең көбі деген сияқты. Қалған көбісін қолмен жасадық қой негізінде. Сонда 1,5 миллион теңге. Иә, осыны полный сонша. Жуәрмектер адам естересе. Үш кетін нәрсе ғой. Қараңызшы мына зал. Мынау Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Жаңаталап ауылы, Мұхит ағайлардың ауылы. Мына мен інім, оған қызмет жасап, әр ауылда осындай азаматтар болса, әр ауылда осындай бокс залы болса, нұр үстінде ғой. Анау хоккеймен әрдайым хоккейшілер айтам ғой. 400 миллион теңге шетелден алып келеді, қалтасына салады, сонымен кетеді. Ол не насихаттап отыр? Ол спорт насихаттап отыр. Артынан не қалдырып отыр? Ол ақшаны салады, елге ешқандай насихаттау жоқ, не ақша елімізден бюджет ақшалықта кетіп қалды. Елде қалатындай сол ақша. Осы төккен ақша, осы жігіттер пайдасын алатындай. Сондай әрекет неге жасамаймыз? Қашан ғана 5 саусағымызды былай аузымызға тыға береміз, 5 саусақты мен былай айтайын, мынау не дейді қазақша мынау? Шынтаққа дейін тығып жатсыңдар ғой ауыздарына. Сол күннен қашан айырыламыз? Елге қалдырыңдаршы, елге тозаққа кетерміз ертең бәріміз, өлеміз бұл дүниеде. Бәрін алып кетпейміз. Сол үшін сол 300-400 миллион теңге кетпейді мынандай залға. Сен сол 300-400 миллионға бір ойыншыға беріп жатсың ба? Сол 300-400 миллион сен почти бүкіл Қазақстан біраз ауылдық аймақтарына осындай зал ашып, мына залға 1,5 миллион теңге дейді. Зато сол 1,5 миллион теңге қаншама жігіттер өшеден пайда алады. Қаншама жігіттер чемпион болды. Қаншама жігіттер чемпион болады, қаншама елдер еліміздің туын көтереді. Қандай мықты жігіттер жүр осы ауылда. Темір тепсе темір өтін. 1,5 миллион деген мынау история қандай болды. Футболистке беріп жатыр, анаған беріп жатыр, берсін, пайдасы жоқ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жатушы Көпбосын Сыдығалиев 1997 жылдан бастап маған осы бірінші бапкерім болып, тәрбие тәлім беріп, мінекей Аллаға шүкір, қазір ағайымыздың ізбасары болып, сол ағайымыздың атынан ашылған зал. Міне бұл жақта уже аула совсем мүлдем басқаша ғой, Аллаға шүкір. Бұл залымыздың осындай әдемі көрікті болуына, осындай мынау қасында отырған өзінің алтындай інім, бауырым, ауылда осы бокс залына шыққан, қандай керемет, бәрі қолдан жасалған. Бәрі қолдан жасалған. Қолдан жасалған бәрі. Бұны рейкадан, пожалуйста. Қолдан істеді. Рейка қолдан істеді ме? Қолдан мына жерді тесіп, мына төрт стойканы фундаментке отырғызып. Керемет. Қолдан жасап шықтық. Мына жерде астында бұрынғы тақтайлар бар еді. Татами қойдық. Керемет. Мына рейка айтайықшы. Мына мен Көпбосын ағайын, Көпбосын ағайын. Мына секундировать етіп көмекші болып тұрған ағайыма 2004 Афина Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев ағамыз. Мінекей, міне мен марқұм ағайым, мінекей алтын ағайым. Не жайлы мінекей мынау біздерге Ғани Жайлау, Ғани Жайлауның артында тұрған мен. Мінекей, мына осы зал мінекей. Ағайымның жас кезіндегі суретін мінекей. Он жақта. Нұрлан ағай, Нұрлан ағайды қараңыздаршы қандай. Мүлдем жас кезінде. Бала кезде Нұрлан ағай бұл Бақтияр Артаев ағамыздың бапкері. Мына жерде негізі катализация жүрген. Өзіміз қолмен осындай рейкілерді алып, жауып. Канализация не? Негізі канализация ғой. Қолмен жапқан бәрі. Обшивка жасадық, бірақ бір шетінен балдырға скамейка. Бір шетінен еще скамейка. Пайдасымен. Зиянынан пайда жасадық. Отырасың, пожалуйста. Балалар жұмсауды сықып қойасың, команда емес. Төбеге қазақтың туын қойдық. Әр спорт залда қазақтың туы болды. Бірінші очередь. Мына төбесі прямо евроремонт үйлерде болады, тура сол істеп қойыптар. Ламырный зал ауылда. Бәрі біздің қолымызда. Көк байрағымыз әрдайым биікте болсын.